Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз ерекше кешкі ас тағам түрін дайындамақпыз. Бұның бір ерекшелігі кеседе дайындалады, кесемен пісірілетін тағам түрі болып саналады. Өте дәмді, ерекше өң беретін тамаша әрі дәмді кешкі асты менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен біз тартылған сиыр етін аламыз. Оның үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Кейін сақтап туралған пиязымызды саламыз. Және де мен көк жуа мен петрушканы қостым. Яғни бұл сіздерде болмаса, ол қосу маңызды емес. Өз қалауларыңыз бойынша. Мен үйде болғандықтан қостым. Және де үстіне азғантай сұйық май, дәміне қарай бұрыш себеміз, тұз себеміз дәміне қарай. Кейін жақсылап қолымызбен немесе өзіңізге ыңғайлы қасықпен араластырсаңыз болады. Мен қолмен араластырдым. Кейін салмасына, яғни 3 жұмыртқаны бөліп саламыз. Жұмыртқа міндетті түрде жуылған болу керек. Мен негізі 4 адамдық порция есебімен жасадым. Сіздерде адам көп болса, онда салмасына жұмыртқаны көбірек саласыздар. Кейін осылай венчикпен араластырып, венчик болмаса жай ғана қасықпен немесе вилкамен араластырып аласыздар. Кейін осының үстіне сәндігі үшін және өзіндік бір дәм беру үшін укроп пен көк жуаны қостым. Жақсылап араластырып алыңыздар жұмыртқаны. Кейін осылай видеодағыдай укроп, көк жуа, яғни сосын петрушканы да қостым. Тұз, бұрыш сепсеңіздер болады, мен бірақ қоспадым. Өз қалауларыңыз бойынша. Кейін табамызды алып, осылай үлкен, орташа мөлшердегі кесені алып, яғни 4 адамдық порция жасайтын болғандықтан 4 кесені алып, осылай ішін сары маймен майлап шығамыз. Кейін біздің фаршымыз, яғни тартылған етіміз жабысып қалмау үшін осылай май жағып аламыз. Әрбір кесеге жақсылап шетіне дейін жанын, түбін барлығын дұрыстап майлап аламыз. Сіздерде сары май болмаса, кәдімгі сұйық маймен майлауларыңызға болады. Кейін осылай тартылған ертімізді кесемізге салып, ортасын ойық қылып жанын осылай етпен қаптап шығамыз, тартылған етімізбен.
ортасын ойық қыламыз. Осылай бәрін әдемілеп, шеттерін түзеу қылып, бұл маңызды емес, бірақ сәндік үшін жасауларыңызға болады. Мен барлығын осылай түзеп шықтым. Осылай тартылған етімізді салып болғаннан кейін қасықпен осылай жан-жағын түзетіп шықсаңыз болады, бірақ ол міндетті түрде емес. Мен сәндік үшін осылай барлық кеседегі тартылған етімізді осылай түзеулеп шықтым, қасықпен бір басып. Осы тартылған етіміздің ішіне манағы жұмыртқадан жасалған салмамызды қойып шығамыз. Толтырып қоймаймыз, видеодағыдай тартылған етіміздің сызығына дейін құямыз. Яғни салған жеріне дейін ғана құямыз. Кейін осындай үкіштен өткізілген ірімшікті алып, жұмыртқаның бетіне себетін боламыз. Қатты үстінен баспаймыз, тек бетіне ғана қойып шығамыз. Достар, менің каналым сіздерге ұнап жатса, видеоларым сіздердің пайдаларыңызға аса жатса, міндетті түрде тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңырауша белгісін басып, менің келесі рецептімді күтіңіз. Кейін, яғни 45 минуттан кейін осылай кеседегі тағамымыз дайын болады. Осылай жайлап ыдыстан кесемізден алып, ыдысымызға орналастырамыз тағамымызды. Кейін қасына мен гарнирге суға пісірілген картопты салдым. Сіз өз қалауларыңыз бойынша спагетти немесе макаронды салсаңыздар болады, немесе күрішпен жасасаңыздар болады. Әсемдік үшін осылай үстіне укроп сеуіп шықтым. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.